Сәлем қыздар, таңғы асқа өте тез дайындалатын п-п сүзбелі кекстің рецептісімен бөлісемін. Сіздер де жасап көріңіздер, бір жасағаннан өте тез әрі жұмсақ болып шығады. Артық салмақтан арылып жүрген қыздар үшін тәттіден бас тарту өте қиын. Сол себепті сіздерге сүзбелі кекстің п-п вариантын ұсынамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, үлпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге алдағы уақытта п-п рецепттер мен арықтау жайлы ақпараттармен бөлісетін боламын. Қоңыраушаны басатын болсаңыздар, менің салатын видеоларым сіздерге үнемі көрініп отырады. Сол үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Кекстің ортасын кесіп көрсетейік, өте дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Бізге қажетті сүзбе 1% немесе 5% алуға кеңес беремін. 1 дана жұмыртқа, жүгері крахмалы немесе картоп крахмалы, күріш ұны болмаса кез келген ұнды қосуға болады, бірақ диеталық. 1 шай қасық қопсытқыш, 2 дана қант алмастырғыш. Мендегі қант алмастырғыш Фитпараттың стевия деген түрі. Ең алдымен ыдысымызға сүзбемізді саламыз. Келесі кезекте крахмалымызды салып аламыз. Крахмалдан соң күріш ұнымызды саламыз. Келесі кезекте жұмыртқамызды саламыз. Қопсытқышты салып аламыз. Егер де тәттіні қатты жақсы көретін болсаңыздар, онда қант алмастырғышты, яғни Фитпаратты 3-4 данасын қосуға болады. Маған 2 дана жеткілікті болды. Қант алмастырғышты қосқан соң, енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Егер де сізде блендер болса, блендермен езіп те алуға болады. Егер де блендер болмаса, онда жай ғана мен сияқты венчиктің көмегімен араластыруға да болады. Енді формаларымызды оливковое масломен жақсылап майлап аламыз. Сүзбелі кекс жабысып қалмау үшін майлап алу қажет. Формамызға сұйық массамызды салатын боламыз. Шамамен 2 ас қасықтай кетті. Барлығына бірдей бір келкі етіп, сұйық массамызды салып шығамыз. Дәл осы рецептпен жалпы 5 кекс шығады. Енді 180 градуста шамамен 25-30 минуттай духовкада, яғни пеште пісіріп аламыз. Міне қыздар, біздің сүзбелі кекс дайын болды. Дәл осылай қызарғанша пісіріп аласыздар. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады және таңғы асқа өте тойымды сүзбелі кекстардың бірі. Жасалу жолы да оңай. Сіздің уақытыңызды үнемдейді. Қыздар, видео ұнаса, онда каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Артық салмақтан арылып жүрсеңіз де, дәл осындай пайдалы тәттілерді пісіріп, таңғы асқа жеуге болады. Сіздермен болған құрметпен мен Айнагүл Жаманбай. Келесі видеода жолыққанша және достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге арықтаңыздар.